Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 98-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылып алуды ұмытпаңдар. Одан кейін балалар міндетті түрде қоңыраушаны да басып қойыңдар. Сол кезде сендерге біздің сабақтарымыз бірінші болып көрініп тұратын болады. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы текше бұрышты параллелепипед, дизайн. Сен фигуралардың жазбасын әзірлейсің, моделін жинайсың және орналасуындағы өзгерістерді түсіндіресің дейді. Енді балалар, бүгін біз бірінші есептен бастайық, иә? Бірінші есеп бізде балалар, текшенің жақтарына жазылған сөзді таңда дейді. Текше мен тік бұрышты параллелепипед, шаршы және тік төртбұрыш жайында сұрақтар қой дейді. Бізде балалар, текшенің жақтарында ата, неліктен, түсіндір, ұсын, ойлан, ойыңды бөліс деген сияқты сөздер берілген екен, иә? Мысалға балалар, біз ата сөзін таңдасақ болады, иә? Яғни балалар текшенің өлшем бірліктерін ата деп сұрақ қойсақ болады. Яғни оның жауабы бізде балалар ұзындығы, ені және биіктігі текшенің өлшем бірліктері екен, иә? Сол сияқты балалар өздерің текше, тік бұрышты параллелепипед, шаршы, тік төртбұрышқа байланысты осы текшенің жақтарында жазылған сөздерді қолдана отырып сұрақтар қойып жауап берсеңдер болады. Енді келесі, текше деп барлық өлшемдері тең тік бұрышты параллелепипедті айтады. Текшенің жақтары бір-біріне тең 6 шаршыдан тұрады. Егер текшенің қабырғасының ұзындығы А деп белгілесек, онда бір жағының ауданы S тең А квадрат болады екен. Яғни балалар, А квадрат деген бұл бізде шаршының, яғни текшенің бір қабырғасы, яғни шаршы болады екен. Соның ауданын табу үшін біз S тең А квадрат деп алады екенбіз, иә? Енді балалар, бізде келесі екінші есеп. А есебі бірінші. Фигуралардың қайсысы текшенің тік бұрышты параллелепипедтің жақтары болып табылады дейді. Енді балалар, бұл жерде бізде балалар текшенің жақтары ол бізде бірінші, иә? Яғни балалар, текшенің жақтары шаршы болып табылады екен, иә? Яғни балалар, мынау бізде балалар текше екен, иә? Оның балалар бізде бір қабырғасы осылай көрінеді екен, яғни дәл алдынан қарасақ. Енді балалар, тік бұрышты параллелепипедтің жақтары болып табылады дейді. Қайсысы? Ол бізде, яғни балалар, екіншісі екен, яғни тік бұрышты параллелепипедтің жақтары балалар, ені бойынша бүйір жақтар шаршы, төбесі мен ұзындығы бойынша жақтары тік төртбұрышты болып табылады екен, яғни балалар, мына жері бізде осы жерін аламыз, иә? Және де мына жері бізде шаршы болып келеді, және де балалар, дәл осы жері бізге балалар, бұл бізде тік бұрышты параллелепипедтің жақтары екен, балалар. Енді келесі балалар, екінші есептің А есебі. Мына қораптың бүйір жағының ауданын есепте. Қорапты қаптау үшін қанша қағаз керек екенін тап дейді. Енді балалар, бұл жерде бізде міне өздерің көріп тұрғандай 8 метр, 2 метр, 4 метр деп белгілеп қойған, иә? Енді бұны біз қалай шығарамыз? Енді балалар, бұл жерде А дегеніміз бізде бірінші біліп алуымыз керек, ұзындықты белгілейді екен, иә? Б деген әріп бізде енін белгілейді. Ал С дегеніміз бізде биіктігін белгілейді екен. Енді берілгенін жазып алайық, иә? Бізде, яғни балалар, А ұзындығы 8 метр болып тұр, мына жерде. Мына жерде міне. Одан кейін Б 4 метр, яғни мынау ені. С биіктігі, яғни 2 метр болып тұр. Ол бізде мына жері екен, яғни биіктігі болып тұр. Енді осы мына қораптың бүйір жағының ауданын есептеді. Яғни балалар, бүйірлерінің ауданын есептеуіміз керек екен. Қорапты бізге қаптау үшін сонда қанша қағаз керек екенін біле алады екенбіз. Енді біз балалар шешуін табайық. Енді бұл жерде біз балалар дәл мына жағын есептеу үшін біз 8-ді 2-ге көбейтеміз, яғни балалар, бізде 8-ден 2 бар ғой. 8 метр мына жағы да 8 метр, яғни 8-ді 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде балалар 16 квадрат метр болады. Енді бұндайдан бізде балалар 2 бар, яғни мына жағы
16 квадрат метр, және де ар жағында тағы да 16 квадрат метр бар. Яғни балалар, біз мына ар жағындағы осы жерін есептедік, және де бер жағындағы мына жағын есептедік. Яғни балалар, сонда балалар, екі жағының аудандары 16 квадрат метр болып тұр. Енді одан екеу болғандықтан біз 16-ны 16-ға қосамыз. Сонда бізде балалар бүйір беттерінің ауданы 32 квадрат метр болды. Енді балалар, келесі бізге мына бетін есептеуіміз керекпіз, яғни шаршы болып тұрған бетін есептеуіміз керекпіз. Ол үшін біз балалар 4-ті, яғни 4 метрді 2 метрге көбейтеміз. Яғни балалар, біз ені мен биіктігін бір-біріне көбейтеміз. Яғни 4-ті 2-ге көбейткенде 8 квадрат метр шығады екен. Енді балалар, бұл жерде де дәл арғы бүйір бетіндегідей бізде 8 квадрат метр және екеу бар. Яғни балалар, мына жағы 8 квадрат метр, мына жағында да бізде балалар 8 квадрат метрлік бар. Яғни балалар, екеуін бір-біріне қосамыз. Яғни балалар, 8 квадрат метрді 8 квадрат метрге қосады екен. Сонда бізде 16 квадрат метр шығады екен. Енді келесі бізде балалар, 8-ді 4-ке көбейтеміз. 8-ді 4-ке көбейтеміз, балалар. Яғни бізде балалар 8 мына жері 4 мына жағы. Яғни балалар, бізге астыңғы жағын есептеуіміз керекпіз. Астыңғы жағы бізде балалар, яғни 8-ді 4-ке көбейткенде 32 квадрат метр болады. Яғни балалар, оның ауданы 32 квадрат метр екен. Дәл басқаларындағыдай бұл жерде де екеу бар. Яғни бізге табан десек те болады. Мына жағында біреу болса, үстіңгі жағында тағы да мына жері 8 метр, одан кейін қалды мына жері 4 метр болады екен. Балалар, сонда бізде балалар 32 квадрат метрліктен, яғни табаннан екеу бар. Сонда 32-ні 32-ге қосамыз, 64 квадрат метр болады екен. Енді балалар, осы шыққан аудандарды бүйір беттерінің аудандарын барлығына қосып, қанша қағаз керек екенін табамыз. Яғни балалар, 32 квадрат метрді біз 16 квадрат метрге қосамыз, оған 64 квадрат метрді қосамыз. Сонда бізде барлығын қосқанда 112 квадрат метр балалар шығады екен. Яғни балалар, қорапты қаптау үшін бізге 112 квадрат метр қағаз керек екен. Бұл есепті балалар дәл осылай шығарамыз. Әр жерін қатесіз әдемілеп дәптерімізге жазып аламыз. Енді келесі бізде балалар Б есебі. Таспаны күлтелемей, қорапты 2 мәрте айналдыра байлау керек. Ол үшін қанша метр таспа қажет болады дейді. Енді балалар, бұл жерде бізге 10 сантиметр беріп тұр. Яғни балалар, А бізде 10 сантиметрге тең деп берілгенін жазамыз. Енді бізге қанша метр таспа қажет дейді. Яғни 2 мәрте айналдыра байлау үшін дейді. Енді балалар, бұл жерде біз шешуінде бұлай жазамыз. 4-ті, яғни біз 4 жағы болғандықтан бұның мына жағы бар, екінші жағы, үшінші жағы және 4-ші жағы бар. Яғни 4-ке ораймыз. Яғни балалар, 4 рет орағанда 4-ті біз аға көбейтеміз. Сонда балалар, 4-ті көбейтеміз 10 сантиметрге, бізде 40 сантиметр шығады екен. Енді балалар, бізге 2 мәрте айналдыра байлау керек деп тұр. Яғни балалар, біз 40-ты 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 80 сантиметр шығады екен. Балалар, сонда бізде жауабында 80 сантиметр таспа қажет болады екен. Балалар, жауабын шешуін берілген дәл осылай әдемілеп жазып қоямыз. Келесі бізде балалар, үшінші есеп. Бөлменің ұзындығы 8 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр дейді. Осы бөлменің еденінің ауданын тап дейді. Одан кейін бөлме қабырғалары бетінің ауданын есепте дейді. Яғни балалар, бөлме қабырғалары деген ол бізде мына бір қабырға, екі қабырға, мына жақта үшінші қабырға, ар жағында төртінші қабырға бар. Солардың ауданын есепте деп тұр. Одан кейін балалар, бөлмеде терезе, яғни ұзындығы 2 метр және ені 2 метр мен есік ұзындығы 2 метр және ені 1 метр, яғни терезе мен есік бар екендігін есепке алуды ұмытпа дейді. Яғни балалар, біз бөлме қабырғаларын есептеген кезде осы бөлменің терезесі мен есіктерін біз ұмытып кетпеуіміз керекпіз. Олар бізде үлкен рөл атқарады. Енді балалар, бірінші біз берілген жазып алайық. Енді еденнің ұзындығы 8 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр екен. Бөлменің. Енді бізге
еденнің ауданын табу керек бірінші, одан кейін бөлме қабырғаларының ауданын табу керекпіз. Бірінші балалар біз еденнің ауданын тауып алайық, иә? Ол үшін біз не істейміз? Яғни балалар, еденнің бізде ұзындығы 8 метр болып тұр, ені 5 метр болып тұр, иә? Яғни балалар, біз не істейміз? Ауданын табу үшін еденнің 8 метрді 5 метрге көбейтеміз. Сонда бізде 40 квадрат метр шығады екен. Яғни балалар, еденнің ауданы бізде 40 квадрат метр. Енді балалар, бізге бөлме қабырғаларының бетінің ауданын есептеп шығаруымыз керекпіз. Яғни балалар, не істейміз? Бұл жерде балалар, біз бірінші мына бетінің, яғни мына жақ беттің ауданын тауып аламыз, иә? Яғни 5 метр, мына жағында 3 метр, иә? Ені 5 метр, биіктігі 3 метр болып тұр. Енді ол үшін біз балалар 5 метрді 3 метрге көбейтеміз, сонда мына бетінің ауданы бізде балалар 15 квадрат метрге тең екен, иә? Енді бұндай беттен бізде мына жақта да тағы біреу бар, иә? Яғни балалар, бұндайдан бізде екеу бар деген сөз. Яғни балалар, 15 квадрат метрді 2-ге көбейтеміз, иә? Сонда бізде балалар 30 квадрат метр шығады. Бұл бізде балалар ені бойынша бүйір беттер екен, иә? Яғни балалар, ені бойынша, міне ені тұр, иә? Енді бізге балалар ұзындығы бойынша бүйір беттерін табу керекпіз. Ол үшін балалар, біз бірінші бер жағыныкін есептеп алсақ болады, иә? Яғни балалар, ұзындығы бізде балалар 8 метр, иә? Ал биіктігі 3 метр екен. Яғни балалар, 8 метрді 3 метрге көбейтеміз. Сонда бізде балалар 24 квадрат метр шығады екен. Яғни ұзындығы бойынша бүйір беті екен, иә? Енді балалар, бұндайдан бізде балалар тағы біреу бар, иә? Яғни мына жағында да біреу бар. Бірақ бізде балалар бер жағында есігі мен терезесі бар екенін ұмытпауымыз керекпіз, иә? Яғни балалар, мынаны біз 24 квадрат метрді ар жағы деп аламыз, иә? Себебі ол жақта бізде ар жағында бізде есік, терезелер жоқ екен. Енді бер жағыныкін табу үшін біз балалар 24 квадрат метрден азайтамыз, ұзындықпен яғни терезе мен есіктің ауданын азайтып тастайды екенбіз. Яғни балалар, бізде бөлмеде терезе бар деп тұр, иә? Яғни балалар, терезенің ұзындығы ені 2 метр, ұзындығы 2 метр болып тұр, иә? Яғни балалар, оныкі бізде 4 квадрат метр болады деген сөз, иә? Яғни терезенің ауданы 4 квадрат метр. Енді есіктің ауданы бізде балалар 2 метр және 1 метр болғандықтан, ұзындығы мен ені 2 мен 1-ді көбейткенде 2 квадрат метр шығады екен. Енді балалар, бұл жерде бізде 4 квадрат метр мен 2 квадрат метрді қосқанда 6 квадрат метр шығады екен, иә? Яғни, терезе мен есіктің барлық ауданы бізде 6 квадрат метр болып тұр. Енді осыдан біз бергі ұзындығы бойынша бүйір бетінің ауданынан осы терезе мен есіктің ауданын алып тастаймыз. Сонда бізде балалар 24 квадрат метрден 6 квадрат метрді азайтқанда 18 квадрат метр болады екен. Яғни балалар, ұзындығы бойынша бүйір бетінің арғысында 24 квадрат метр, бергісінде 18 квадрат метр болады екен, иә? Яғни балалар, енді бізге бөлме қабырғаларының бетінің барлық ауданын есептеу керек, иә? Ол үшін біз балалар барлық ені бойынша бүйір беттерінің, ұзындығы бойынша бүйір беттерінің барлығын бір-біріне қосамыз. Яғни балалар, 30 квадрат метр, иә? Яғни ені бойынша бүйір беттерінің ауданы. Одан кейін 24 квадрат метр ұзындығы бойынша бірінші бүйір беті, иә? Ол бар. Одан кейін барып, бер жағы, яғни бер жағындағы ұзындығы бойынша бүйір бетінің ауданы 18 квадрат метр болады. Енді 30 квадрат метр қосылған 24 квадрат метр қосылған 18 квадрат метр бізде 72 квадрат метрге тең болады екен. Яғни балалар, барлық бүйір беттерінің ауданы 72 квадрат метрге тең екен. Және де еденнің ауданы 40 квадрат метрге тең екен, иә? Яғни балалар, бізде жауап осындай болады. Келесі бізде балалар 4-ші есеп. Дизайнер сыйлық салу үшін текше пішінді қорап әзірледі дейді. Оған үлгі жасауға көмектес. Қорапты өз талғамыңа қарай сәнде дейді. Яғни балалар, бізде мына жерде қораптың үлгісі берілген, иә? Оны дизайнер өзі талғамына қарай сәндеген екен, иә? Ал біз осы сияқты қорапты өзіміз әзірлеп, басқа шағып жасасақ болады. Яғни дизайнын басқаша қылып жасасақ болады. Мысалға, осы сияқты дизайнын жасасаңдар болады, иә? Оны өздерің білесіңдер. Қалай жасасаңдар да өздерің білесіңдер. Мен сендерге тек қана мысалын көрсеттім. Енді келесі, есеп балалар, бізде
қай қораптың жазбасы берілген дейді. Бұл жерде балалар 5 сан тұр, иә, бергі бетінде. Одан кейін ар жағында 3 тұр, бер жағында 4, сол жақ бетінде 6, оң жақ бетінде 1, және де балалар астыңғы бетінде 2 тұр екен, иә. Яғни балалар бұл жерде жауап Б болады, иә. Себебі 4 деген бізде балалар бергі бетіне түседі, иә, ал 5 деген ол үстіңгі бөлігі болады. 1 сонда бізде балалар оң жағы, 6 сол жағы, 3 дегеніміз артқы жағы болады, 2 төменгі, яғни табаны болады екен, иә. Яғни балалар бізде Б жауабы дұрыс болады екен. Келесі бізде балалар 5-ші есеп. Ойнайық. Бір текшені лақтыр дейді. Түскен санға көбейт. Қалай тиімді есептеуге болады дейді. Яғни балалар бізде мына жерде 50 қосылған 40 деген жақшаның ішінде берілген, иә. Мына жерге бізде балалар қандай да біз бір текшені лақтырған кезде 1-ден 6-ға дейінгі сандардың бүресі түседі, иә. Яғни балалар біз 50-ге 40-ты қосып, оны түскен текшедегі санға көбейтуіміз керекпіз. Содағы біз санды, яғни мәнін табуымыз керекпіз, иә. Сол кезде шығатын өрнектің мәнін табуымыз керекпіз. Мысалға балалар бізде 2 саны түсті дейік, мына жерде 2 саны түсті дейік. Сонда бізде балалар 50-ге 40-ты қосқанда 90 болады. 90-ды 2-ге көбейтсек, бізде балалар 180 деген сан шығады екен, иә. Яғни балалар осылай біз шығарамыз 5-ші есепті. Келесі бізде балалар 6-шы есеп. Дизайнер сыйлық салу үшін тік бұрышты параллелепет пішінді қорап әзірледі дейді. Оған үлгісін жасауға көмектес. Өз талғамыңа қарай қорапты безендір дейді. Қораптың жазбасын немесе әлде қайда тез жасалатын тәсілін пайдалануыңа болады. Мұқият қарап ал. Осындай қораптың жасалу алгоритмін сипаттап жаз дейді. Яғни балалар бізде ең бірінші мынаған біз үлгісіне, яғни тік бұрышты параллелепет пішінді қораптың үлгісін жасап алуымыз керекпіз. Яғни балалар біз мынандай үлгі жасасақ болады, иә. Яғни ол да өздерің білесіңдер, қалай жасасаңдар да өздерің білесіңдер, иә балалар. Енді бізге осындай қораптың жасалу алгоритмін сипатта деп тұр, иә. Яғни балалар бірінші біз осы тік бұрышты параллелепет пішінді қорапты қағазға түсіріп аламыз, иә. Одан кейін дәл осылай етіп қиып аламыз, иә, мына қағаздан. Одан кейін барып балалар қиылған жерлерінен біз бүйтіп бүктейтін жерлерін бүктейміз. Одан кейін барып балалар бүктелген қораптың бергі ауызғы беттерін жабамыз, иә. Міне 4 пен 5-те көрініп тұр. Одан кейін бізде балалар 6-шыда қорап дайын болады деп көрсетілген екен, иә. Яғни балалар бізде осындай қорап шығады екен. Яғни балалар осылай өздерін безендіріп, әдемі қорап жасасаңдар болады. Келесі бізде 7-ші есеп. Астыңғы текшенің қабырғасы 6 сантиметр. Оның үстіне қойылған әрбір текшенің қабырғалары 1 сантиметрге кеміп отырады. Онда ең үстіндегі текшенің қабырғасының ұзындығын тап деп тұр. Яғни балалар бізде астыңғы текшенің бізде мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 текше бар екен, иә. Яғни балалар ең астыңғы текшенің қабырғасы бізде мына жерде 6 сантиметр екен, иә балалар. Одан кейін оның үстіне қойылған әрбір текшенің қабырғалары 1 сантиметрге қысқарып, яғни кеміп отырады екен. Яғни біз 6 сантиметрден 1 сантиметрді алып тастаймыз, иә, үстіңгі қораптың қабырғасының, яғни текшенің қабырғасының ұзындығын табу үшін. Яғни 6-тан 1-ді азайтамыз бізде. 6 сантиметрден 1 сантиметр азайтқанда 5 сантиметр болады, иә. Яғни бізде мынау 5 сантиметр болады екен. Енді үстіңгісі бізде балалар, үстіңгісін табу үшін біз 5 сантиметрден тағы да 1 сантиметрді азайтамыз. Сонда 4 сантиметр болады. Яғни бұл бізде балалар 4 сантиметр екен. Келесі, біз енді келесін табу үшін 4 сантиметрден 1 сантиметрді азайтамыз. Яғни 3 сантиметр болады екен, иә. Мынау бізде балалар 3 болады. Келесі соңғы қораптың, яғни ең үстіңгі текшенің қабырғасының ұзындығын табу үшін біз 3 сантиметрден тағы да 1 сантиметрді азайтамыз. Сонда бізде 2 сантиметр қалады екен. Яғни балалар ең үстіңгі текшенің қабырғасының ұзындығы 2 сантиметрге тең екен, иә. Яғни балалар бұл есептің жауабы 2 сантиметр болады екен. Осылай етіп дәптерімізге жазып аламыз. Келесі бізде 8-ші есеп. Кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап дейді. Яғни балалар бізде азайғыш пен азайтқыштары, оны және де айырманың мәнін табу керек, иә.
яғни азайғыш пен азайтқыш берілген, оның яғни олардың мәнін табуымыз керекпіз. Енді бұл жерде балалар біріншісі бізде 300 азайғыш, азайтқыш 32 көбейтілген 3 болып тұр, иә. Яғни азайғыш 300-ден азайтамыз, жақшаның ішінде 32 көбейтілген 3-ті тең болады. Бізде балалар 32-ні бірінші 3-ке көбейтіп аламыз, иә, себебі жақшаның ішінде тұр. 32-ні 3-ке көбейткенде 96 болады. 300-ден 96-ны азайтқанда 204 деген сан шығады екен. Келесі азайғыш 780, азайтқыш 156 көбейтілген 4 екен. Бұл жерде балалар дәл осы біріншісіндегідей болады, иә. 780 азайтылған, жақшаның ішінде 156 көбейтілген 4 болады. Тең 156-ны 4-ке көбейткенде 624 шығады. 780-нен 624-ті азайтқанда 156 деген сан шығады екен. Келесі бізде балалар азайғышымыз 45 қосылған 765, азайтқышымыз 205 екен. Енді бұл жерде балалар жақшаның ішіне 45 қосылған 765 жазылады, иә. Одан кейін жақша жабылады, азайтылған 205 болады. Тең 45-ке 765-ті қоссақ, бізде балалар 810 деген сан шығады. 810-нан 205-ті азайтсақ, бізде 605 деген өрнектің, яғни айырманың мәні шығады екен. Келесіде бізде азайғыш 730, азайтқыш 32 қосылған 460. Бұл жерде керісінше балалар 730 азайтылған болады, жақшаның ішінде 32 қосылған 460 болады. Тең дейміз балалар, ең бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. 32-ке 460-ты қосқанда 492 шығады екен, иә. Яғни 730-дан 492-ні азайтсақ, бізде 238 деген сан шығады екен. Яғни балалар, бұл есеп бізде, яғни 8-ші есеп осылай шығады екен. Қатесіз дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде подписация батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып, арнамызға жазылып алыңдар. Біздің арнамыздан күнделікті математика сабақтарының есептері, түсінбеген тақырыптарын түсініп, біздің арнамыздан барлығын көріп түсініп алсаңдар болады балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана 5 алуларыңды тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңдар.